Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы дыбысты қалай шығаруға болады. Бүгінгі сабақта сіздер дыбыстың қаттылығы қалай өзгеретінін білесіңдер. Бүгінгі сабақтың тірек сөзі қаттырақ, бәсеңірек. Суретке назар аударамыз. Сен далада отыр дейік. Сен естіген дыбыстардың барлығы табиғи дыбыстарға жата ма? Ал табиғи дыбыстарға нелер жатады? Дұрыс, ағаштың сыбдыры, құстардың сайрауы, найзағай, жаңбырдың дауысы, жануарлардың дауысы барлығы табиғи дыбыстарға жатады. Ал жасанды дыбыс көздеріне балғаның тарсылын, музыкалық аспаптардың дыбысын, телефонның шырылын, машинаның гүрілін, ысқырық дыбысын жатқызуға болады. Қазіргі кезде оларды күнделікті өмірде біз естиміз. Сонымен осы жерден біз дыбыстардың табиғи және жасанды болатынын білеміз. Жұмбақты шешіп көрейік. Естиміз, бірақ көре алмаймыз. Айтамыз, бірақ жаза алмаймыз. Бұл не? Дұрыс, бұл бізде дыбыс. Дыбысты біз ұстай алмаймыз. Біз тек оны естиміз. Табиғи дыбыс көздері адамның дауысы, жапырақтың сыбдыры, құстардың сайраған үні, бұлақтың сылдыры жатады. Әлемде адам естімейтін дыбыстар да болады екен. Мысалы, ультрадыбыстық дыбыстар және инфрадыбыстар. Жануарлар дыбыстарды естиді және ажырата алады. Олардың есту қабілеті басқаша қалыптасқан, яғни адамдарға қарағанда олардың есту қабілеттері ерекше. Енді зерттеу жұмысын жүргізейік. Айналамызда қандай табиғи дыбыс көздері бар? Айналамызда барлық дыбыстарды естіп, тек қана табиғи дыбыс көздерін ажыратыңдар. Есте сақтаймыз. Табиғи дыбыс көздеріне табиғат құбылыстарының, адам және жануарлардың дыбыстары жатады. Оларды табиғи дыбыстар деп атайды. Яғни сендердің дыбыстарың, сөйлегендердің барлығы табиғи дыбыстарға жатады. Ал сен білесің бе, адамның сөзі күлген, жылаған, түшкірген кезінде шығаратын дыбыстарды табиғи дыбыстарға жатады. Яғни сіздер қазір күлсеңіздер, бұл жасанды емес, табиғи дыбыс көзіне жатады екен. Суретке қараймыз. Суреттерде нені көріп тұрмыз? Осының ішіндегі бір сурет табиғи дыбыс көздерін таңдап, оларды бояңдар. Суретте нені көріп тұрмыз? Бұл аспаптар туралы не білесіңдер? Аспаптардың қайсысы қаттырақ шығады, қайсысы бәсеңірек шығады? Бұл жерде үскірік, дабыл, домбыра, даңғыра, сазсырнай берілген. Осылардың қайсысы қаттырақ шығады? Дыбыстардың барлығы бірдей бола бермейді. Оларды қаттырақ немесе бәсеңірек етіп өзгертуге болады. Бұл аспаптардың дыбыстарын жақсылап тұрып білу үшін келесі бейнебаянға назар аударыңыздар. Музыкалық аспаптар латын тілінде. Домбыра, скрипка, сыбызғы, дауылпаз, қобыз, фортепиано, орган, саксофон,
Гитара. Труба. Келесі суретті зерттейік. Дыбыс қаттылығын қалай өзгертуге болады? Заттардың дыбыстардың қаттылығы әртүрлі болады. Кейбір дыбыс көздеріне күштірек әсер етсе, дыбыс одан сайын қаттырақ шығады. Мысалы, барабанды алайық. Барабанға ақырын соқсақ, дыбыс бәсең шығады. Ал егер үстінен қаттырақ ұратын болсақ, дыбыс қаттырақ шығады. Яғни, дыбыстың күшті немесе қаттылығы ол жаңағы өзімізге байланысты. Бұл әсіресе жасанды дыбыс көздеріне жатқызуға болады. Сонымен, келесі тапсырма: берілген кестенің әр бағанына осы бағынға сәйкес келетін 5 аспапты жаз. Жаңағы бейне баянды қарадыңдар, өздерің естігендерің бар. 5 қызықты аспапты белгілейсіздер. Оның қайсысы қатты дыбыстар шығарады, қайсысы бәсең дыбыстар шығарады. Осы кестеге салып дәптерде орындайсыздар. Сонымен, бүгінгі сабақтың қорытындысы: сіздер дыбыс түрлерін ажыратуды үйрендіңдер. Яғни дыбыс қатты және бәсең болатын үйрендіңдер. Қатты және бәсең дыбыстарды ажыратып салыстырдыңдар. Оның қай кезде қатты шығатын, қай кезде бәсең шығатын үйрендіңдер. Бүгінгі сабаққа өздеріңізді бағалап шығыңыздар. Бұл ағаш берілген. Егер барлығы түсінікті болса, ең үстіндегі адамдарды белгілейсіздер. Сұрақтарыңыз болса, ортасын, егер мүлдем түсінбесеңіздер, астындағы адамдардың санын жазу